70-летием, госпожа Ким. И снимаю... Что это? Ядовитый газ распространяется. Скорее, все на крышу! Сперва спасите... Ассалаумағалейкум. Сіздермен киноға шолу. Қызықты кино «Вайхат». Киноның басы Вьетнамның жаттығуымен басталады. Ол әртүрлі жаттығулар жасап, қасындағыларын таң қалдырады. Бір кезде телефонына SMS хабарлама келеді. Сіз біздің талаптарға сай емессіз деп. Және әрі қарай жұмыс істеуге кіріседі. Келесі күні мекке шығуға дайындалады. Вьетнамнан биік жоғары өрмелеп шыққан Ичу ең биік шыңына жетеді. Кешкісін Вьетнам атасының 70 жасын тойлауда. Сол кезде Ичу сол ресторанда даяшы болып жұмыс жасайды. Ичу шырақ жаққанда Вьетнамды көріп қалады. Екеуі көптен бері бір-бірін таниды. Ичу Вьетнамнан қай елде жұмыс істейсің деп сұрайды. Вьетнам инвестициялық бағытта жұмыс жасайтынын айтты, және офисте қызметкерлері қол астында жұмыс жасайтынын айтты. Шын мәнінде Вьетнам Ичуға өтірік айтты. Вьетнам мейрамханаға кері оралды, жақсы тойлатып өткізіп жатты. Болған туған күн аяқталды. Бұл мейрамхананың басшысы, бірақ оны ешқайсы жақсы көрмейді. Белгісіз бір үлкен жүк машина қаланың ортасына келіп, жүк көліктің кілтін сындырып тастады. Және белгісіз бір заттарды ашты. Сосын қасына екі оққағар келіп, жүк көлігін алып тастауды сұрады. Сол кезде химиялық зат сыртқа тарай бастады. Бұл улы газ барлық қалаларға тарай бастайды. Және адамдар өле бастайды. Және қаланың ішінде жарылыс болады, және көп көліктер түйісе бастайды. Қатты жылдамдық материалдың пайдаланылады. Вьетнам отбасымен далаға шығады. Бірақ қаланың ішінде кептеліс болып жатыр. Талас қаша отырған адамдар кейбіреулері қаша алмай өліп жатыр. Отбасы қайтып ішке кіреді. Вьетнам апасы газға улана бастады. Вьетнам апасының алғашқы көмек көрсете бастады. Вьетнам мен Ичу терезеге қараса, газ қаланың көп бөлігін алып жатыр. Және жоғары көтеріліп келе жатыр. Барлығына SMS хабарлама келеді. Жоғарға шығу керек деп. Барлығы жоғарға көтеріледі. Бірақ жоғарыдағы есік
жабық тұрады. Мейрамхананың басшысы есікті ашқысы келіп тырысады, бірақ аша алмайды. Мейрамхана басшысы бір жас баланы жұмсайды. Кілт төменде күзеттің қасында еді. Бірақ онда бара алмайды. Төменде газ барлық жерде. Газдың көп шығуына байланысты барлық көшелерді жабады. Құтқару жұмыстары тікұшақпен жүргізіледі. Мейрамхана басшысы бұл есікті сыртынан ашуға болатынын айтты. Жаңалықтарда газдан қорғайтын қондырғының нұсқаулықтарын көрсетеді және бұл қондырғының газ өткізілу уақыты тез демалған кезде 10 минут, ұзақ демалғанда 15 минут. Ұзанақты көрген мейрамхана басшысы қауіпсіздік қондырғысын жасырып қояды. Мейрамхана басшысы жасырып қойған 3 қондырғыны шығарып береді. Бірақ студент бас тартты. Төменге түсуге. Ионнан Ичудан есіктің сырттан ашылатыны нақтылап сұрап алды. Ичу есік ашылатынын айтты. Ионнан бірнеше рет терезеге қатты заттарды лақтырды. Терезені сындырды. Беліне жіп байлап, астындағы көп қабаттыға секірді. Ендігі Ионның ойы көп қабаттының жоғары биігіне шығып, есікті ашу еді. Ичу оған керекті құралдарын лақтырып жіберді. Біртіндеп көп қабаттыға шығуға бастады. Ионның ретретімен қабаттыға шығып келе жатыр. Ретретімен шығып, шатырдың төбесіне шығады. Сосын есікті ашып, қалғандарын шығарады. Барлығы айқайлап жатқан кезде көмекке шақырып, Ичу бір жақсы әдісті қолданып, жарықтарды сөндіріп қосу арқылы тікұшақтағыларды өз назарын аудартады. Құтқарушылар келіп, барлық адамды алып кетуге тырысады. Бірақ артық салмақ болуына байланысты екеуі қалып қояды. Келесі тікұшақ Ионна мен Ичуді көріп, екеуі қуанып тұрады. Бірақ олар басқа шатырда жиналған адамдарға қарай ұшып кетеді. Екеуі қорғаныш киімді киіп алып төменге түседі. Басқа биік зданияға көтерілу үшін. Бірақ келесі зданияға көтерілгенде де газ ол жерде де бар болып шықты. Ичу тағы келесі көп қабаттыға көтерілді. Қиналып. Ионнан аспандақпен жоғары көтеріліп шығады. Ичуға қауіпсіздік құралын алып берді. Екеуі келесі көп қабаттыға кетті. Осылай екеуі келесі көп қабаттыға өтеді. Тағы екеуі құтқарушыларды шақырады көмекке. Сол кезде қарсы зданияда студенттер қалып қойғанын көреді. Оларға көмек көрсетеді.
Екеуі құтқарушыларға бағыт көрсетеді. Студенттер оқиғаны туралы. Екеуінің жалғыз үміті ең биік көпқабатты үйдің төбесіне шығу болады. Екеуі ең биік көпқабатқа қарай беттейді. Қатты жүгіреді. Оларды дронның көмегімен жоғарыдан қарап отырады. Вьетнамның жақындары. Ең биік зданияға әлі екеуі жүгіріп келе жатыр. Екеуінің барлық телеарналарда дронның көмегімен қарап отыр. Екеуі біткен жеріміз осы болар деп қайғырып отқанда, оларға көптеген дрондар ұшып келеді. Алдарындағы барлық газдарды ысырып жібереді. Екеуіне жол ашып береді. Және дронның көмегімен келесі зданияға арқанды жеткізіп береді. Келесі көп қабаттыға арқанмен келе жатқан кезде арқан бекітілген жерінен шығып кетеді де жерге қарай құлай бастайды. Бірақ аман қалады. Құтқарушылар екеуін көреді. Екеуі аман-есен келеді. Вьетнам отбасыларымен қауышады. Екеуі бірін-бірін ұнатып қалды. Келесі кездесу болатынын айтты. Қала толықтай газдан тазартылды. Каналға жазыламыз, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. Қазақша контентті қолдайық.